Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын майсөк дайындайтын боламыз. Майсөкті әсіресе осы оразаның кезінде, наурыз мерекесінің кезінде өте көп дайындайды. Себебі тәтті, дәмді және өте жұмсақ болып шығады. Сонымен бізге қажет заттар бұл тары, қант, сүт және сары май. Сары май менде қолдың майы. Алдымен сүтімізді ыдысымызға құйып, қайнатып аламыз. Сүтті орташа отта пісіріп алатын боламыз. Сүтіміз қызып, қайнап, дайын болам дегенше тарымызды мұнда жуып тазалап аламыз. Үлкендеу ыдыс алып, тарымызды салып, жақсылап жуатын боламыз. Тарыны өте көп жуу керек, тап-таза болып шыққанша 5-6 рет жуып аламыз. Суымыз таза мөлдіреген болып шыққанша тарымызды қайта-қайта жуатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай ситаны алып, жақсылап жуып, сосын осы сүзгімен тазалап алатын боламыз. Тарыны қайта-қайта 7-8 рет тап-таза болғанша жуамыз. Тарыны толықтай тазалап жуып алған соң, үстіне қайнап тұрған сүтімізді құямыз. Және 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сонда тары өзінің бойына сүтті тартып алатын болады, және көлемі ұлғаятын болады. Осылай қойып қоямыз. Міне тарымыз 2 есе ұлғайды және бойына сүтті тартып алған. Сүт толықтай тартылмайды, түбінде азырақ қалады. Оны сүзгішпен тарыны бөлек алып аламыз. Тары толықтай дайын болды, жарылып, өзі жұмсарып, ал енді осыны бөлек алып, құрғатып алу керек. Тарыны толықтай сүзгіден өткізіп алған соң, тарымызды қайтадан үлкендеу ыдысқа саламыз, және оның үстіне қантымызды және сары майымызды саламыз. Тарыға қантты қосқан соң, сары майды қосқан соң, өзінің тағы да су бөлінетін болады, сондықтан астапқыдағы суды біз құрғатып алдық. Жақсылап араластырып шығамыз, сонымен біздің майсөгіміз дайын болады. Біркелкі қылып араластырып болған соң, дастарханымызға қоя берсек болады. Мен мұнда осылай пиалаға салып, формаға енгізіп алдым. Сіздер қалаған формада жасасаңыздар да болады, немесе жай ғана тарелкаға салып қойып қойсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Әсіресе ауызашарға, сәресіне, шаймен ішкенде өте жақсы. Және дәмді, тәтті болып шығады. Әрі жұмсақ болады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар және пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!